азаматтарымыздан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, ішкі істер министрінің министрі Ерлан Заманбекұлы Тұрғынбаев мырзаға, қаламыздың әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы Әйтен мырзаға үлкен алғыс білдіргім келеді. Елімізге, халқымызға адал қызмет жасауға шақырамын. Бүгінгі таңда мына отан қорғаушылар мерекесіне орай полиция департаменті біздің атқарылып жатқан жұмысты ішкі істер министрі бағалап, арнайы өте қазір қуанышты жағдай, арнайы шен алып отыр. Біздің басты мақсатымыз отанды қорғау және Шымкент қаласы қоғамдық қауіпсіздік, қылмыстың алдын алу, болдырмау мақсатында жұмыс жасау. Барлықтарыңызды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Осындай атқарып жатқан қызметімізді бағалап, өте қуаныштымын, шен беріп, және ары қарай жұмысты адал атқаруға дайынбыз.